Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда шынайы оқиғаға негізделген 2013 жылы жарық көрген 3096 дни фильмі. Австриядағы тау шаңғысы курортында бір қыз трассадан түсе сала, бір ер адамның бақылауымен туалетке қарай жүгіріп кірді. Іште тағы бір шаңғышы әйел бар еді. Қыз одан көмек сұрады. Өйткені оны біреу ұрлап әкеткен. Оқиға өткен уақытқа оралады. Қатты ішімдік ішетін бір ер адам жергілікті барда үлкен компаниямен көңіл көтеріп отыр, ал оның қызы қиналып, үйге қайтайық деп жалынуда. 10 жасар Наташа Кампуштың ата-анасы ажырасқан. Анасы оған кешегі жағдай үшін ұрсып, бетінен ұрып жіберді. Көзіне жасалған мұңлы қыз мектепке қарай жүріп кетті. Кенет микроавтобустан бір ер адам шығып, Наташаны ұстап алып, көлікке тастай сала, сол бойда айдап кетті. Бұл көріністі басқа бір оқушы қыз байқап қалды. Похититель жеке үйде тұрады. Ол баланы жертөледегі кішкентай бөлмеге алып түсті. Бөлме өте айлакер түрде жасырылған, сырт көз мүлде байқамайтындай етіп жасалған. Біраз уақыт өткен соң Наташа есін жинай бастады. Басында шам жанып тұр, бетінде көгерген із бар. 5 шаршы метрлік бөлмеде терезе жоқ. Бар жайлығы унитаз бен умывальник қана. Қорқынышпен бұрышқа тығылып, енді не боларын күтуде. Кенет есік ашылды. Ер адам матрас әкеліп, аяқ киімін шешуді бұйырды. Сондай-ақ ол май жағылған 2 бутерброд пен 1 бөтелке су қалдырып кетті. Наташа вентиляция арқылы біреуге дауысы жетер деп үміттенді. Пакет пен кофтасынан өзіне жастық жасап алды. Жарық сол сәтте ақ өшірілді. 3 күн өтті. Вольфганг сүт ішіп, ертегілер кітабын қолына алып, Наташаға оқып беру үшін төменге түсті. Жей деп бұйырды ол тұтқынына. Наташа оның кетуін қаламады. Ол анасынан әр түн сайын маңдайынан сүйіп шығатын әдетке үйренген еді. Вольфганг жақындап келіп, оның төбесінен жеңіл ғана сүйіп қойды. Жаңалықтарда Наташа Кампуштың әлі табылмағаны айтылып жатыр. 100 полицей аймақты, әсіресе мектеп маңын тінтісуде. Ал қыз болса, анасының соңғы айтқан ауыр сөздерін еске алып, бөлмеде ары-бері жүріп, жасаған әр қадамын санап жүр. Жоғарғы жарық өшкенде үстел үстіндегі кішкентай шам жанады. Похитительдің үйіне анасы келіп, асүйде шаруамен айналысып жүр. Ал тура оның дәл астында төменгі қабатта 10 жасар қыз құлыптаулы отыр. Кешке олар бірге отырып, Наташаның жоғалғаны жайлы жаңалықтарды тамашалайды. Анасы мұны қандай да бір азғын істегеніне сенімді. Наташа ата-анасына уайымдамасын деп хат жазды. Вольфганг жұмыссыз, сондықтан шампуньға да, тіпті суға да ақша үнемдейді. Ол қызға өтірік айтып, ата-анасының оны қайтарғысы келмейтінін, өйткені оларға оның қажеті жоқ екенін жеткізеді. Вольфганг ашуға мініп, Наташаның жылауды қоюын талап етеді. Ол шашын жууға деген уәдесін ұмытып, қайтадан жоғарыға көтеріліп кетті. Бетон есік тек сыртынан ғана ашылады. Жасырын бөлменің кіреберісін ауыр сейф пен шкаф жауып тұрады. Әр төмен түсер алдында Вольфганг арнайы жұмыс киімін киеді. Жертөледен шығатын жолды тақтайлармен бекітіп тастайды. Енді оған қонаққа әжесі де келді. Сол сәтте үйдің жанына полиция көлігі тоқтады. Полицейлер оның микроавтобусын тексергісі келді. Ол болса қыздың жоғалуына қатты уайымдаған адам кейпіне енді. Полицейлердің айтуынша қалада мұндай көліктер өте көп. Дәп сол кезде тәртіп сақшысы тақтайлардың үстіне басып, суретке түсіріп алды. Олар Вольфгангтан 2 наурыз таңертең қайда болғанын сұрады. Ол алдын ала алиби ойлап үлгермегендіктен, жай ғана үйде жалғыз болғанын айтты. Бұл жауап полицейлерді қанағаттандырды. Наташа ата-анасы бірге тұрған кездердегі бақытты күндерін еске алды. Қазір таң ба, әлде кеш пе, оны ажырата алмай, Вольфгангтан сағат әкелуді сұрады. Тәртіпті болсаң ғана, деді ер адам. Жертөле бөлмесіне ол домофон орнатып қойды, қажет кезде сөйлесу үшін. Әрине, Наташаның хатын жібермей, жыртып тастады. Наташа сағатқа қол жеткізді. Киімдерден адам пішіндес қуыршақ жасап, түрлі дауыспен өзі сұрақ қойып, өзі жауап береді, дәл сыныпта отырғандай. Ол тіпті қоңыраудың дауысын елестетеді. Мысықтың суретін салып, оның мияулағанын да қиялынан естиді. Тіпті есіктің үстіне тұтқа суретін салып қойды. Кейде өзіне өзі сұхбат беріп, қалайша ұрлаушыдан қашып құтылғанын айтып отырады. Сол кезде домофоннан Вольфганг айқайлап, қыздан тіл алғыш болуды талап етті. Әлі де аңқау Наташа қолына лимон ұстап, үстіне тіс пастасын жағып, өзін ауырдым, дереу ауруханаға баруын керек деп алдамақ болды. Сол үшін Вольфганг оны тамақсыз қалдырды. Наташа айқайлағанымен ешкім естімейді, өйткені желдеткіш тікелей шатырға шығады. Тек иттер иісінен табалар еді. Кейін ол алып есікті сәл ашып, қызды еркіндікпен әзілдеп қуантты. Бұл бөлмені ол арнайы Наташа үшін жасағанын, сондықтан оны ешқашан шығармайтынын айтты. Қыз қайтадан жалғыз қалып, өз-өзімен сөйлесіп, Вольфганг қалдырған кітаптар бойынша оқи берді. Қарны ашты, өз дегенін істетті. Қыз тамақ әкелсе, айтқанын бәрін орындайтынын айтып жалынды. Ол 4 күн бойы ештеңе жемеген, енді не болса да жеуге дайын еді, бірақ ешкім оның өтінішіне жауап бермеді.
Біраз уақыт өткен соң ғана Вольфганг үн қатты, алайда қайта-қайта айтатыны бір ғана сөз: маған бағын. 4 жыл өтті. Осы уақыттың бәрінде ол қызды аштық пен азаптауды жалғастырды. Әбден жүдеп жадаған Наташа тек тамақ әкелсін деп не айтса да істеуге бар. Ал Вольфганг болса тоты құс сияқты қайта-қайта өз сөзін қайталайды. Бір сәт Наташа шыдамай айқайлағанда ол дереу жарықты сөндіріп тастады. Су ішкен қыз ұйықтап қалуға тырысты. 1695 күні Наташаның алғашқы итеккірі басталды. Жиренішті, деп айқайлады Вольфганг, орындықты тазалап, бәрін сүртіп тастауын талап етті. Қыз душқа түсуге рұқсат сұрады. Ер адам келісті. Сөйтіп 4,5 жылдан кейін Наташа алғаш рет өзінің тас түрмесінен шығып, құс үнін қайта естіді. Вольфганг оған терезе мен есіктердің бәрі бомбаға тұзақталған деп сендірді. Таяқтай арық Наташа әлсіз аяқтарымен жоғары көтерілді. Көше дыбысы мен күн сәулесі басын айналдырды. Ол алғаш рет тұтқын алушысының үй ішін көрді. Вольфганг оны ваннаға кіргізіп, көз алдында шешініп, душқа түсуге мәжбүрледі. Бұл кезде анасы ұлын әлі де келіп қарап тұратын. Бірде әйел: сенде қыз бар ма? деп сұрады. Ол ұлының свитерінен ұзын ашық түсті шаш тауып алған. Жақсы болды, әйтпесе әжең қыздеке шығар деп қорқып жүреді деп қояды. Келесі психопаттық қадамы қыздың басын тақырлап тастау. 1837 күн. Рождество. Наташа плеерді сыйлық қағазына орап жатыр. Псих өз-өзін сәндеп, камераға печенье көтеріп камераға келеді. Сондай-ақ видеокамера алып келіп, жалаңбас, тозған свитер киген қыздың өзі ораған сыйлықты қайта ашып отырғанын түсіріп алады. Наташа плеерге сонша қуанды, енді қараңғыда музыка тыңдай алады. Ол сондай риясыз қуанышпен екінші сыйлықтағы бірнеше кітапты да қолына алып тамсанып қарады. Это так мило. Спасибо. Перестань. Наташа отбасының жағдайын білгісі келеді. Бірақ қатыгез адам оған енді оның отбасы, өзі ғана екенін, ол үшін бәрі де өз екенін айтады. Вольфганг өзін оны қайта жасап шығарған адам ретінде көрсетіп, Наташа енді Наташа емес дейді. Ол қызға жаңа ат ойлап тауып, осы күннен бастап оны Бибияна немесе қысқаша Биби деп атауды бұйырады. Вольфганг Бибидің өзіне қол тигізуінде, тік қарап сөйлесуінде қаламайды. Ал сол кезде Наташаның әжесі немересі үйге оралғанда тоңбасын деп оған жылы жемпір тоқып қойған. Анасы қатты қиналып жүр. Ол қызы кеткенге дейін күнде оны мектепке дейін апарып тұратын. Бірақ дәл сол күні қызын ренжітіп алғаны үшін өзін кінәлап, күн сайын қайғырып жүр. Сол реніштен кейін осындай қайғылы жағдай болды. Наташа шатырдағы бөлмені жөндеуге Вольфгангқа көмектесіп жүр. Ер адам қызға майкасын шешіп, жалаңаш күйде жұмыс істеуді бұйырады. Сегодня спишь наверху. Со мной. Бөлменің есігін жауып, ол Наташаға киімін шешпей, сол күйі қалуды бұйырды. Өзінің де, оның да қолына стяжка тағып, жат деген әмір берді. Осылайша олар алғаш рет бірге түн өткізді. Вольфганг тау шаңғысы курортына баруға жиналып жүр. Наташа бір күні оны өзімен бірге алып кетеді деп үміттенеді. Ер адам сүйкімсіз анекдот айтқанымен, Наташа оны күлдіргендей түр көрсетуге мәжбүр болды. Бүгін Вольфганг түнгі клубқа кетті. Клубта бір әйел онымен билеп кетті, бірақ ол қыза түсіп әйелді тастап үйіне асықты. Қыз оны баққа шығарып, айға қарауға апаруды өтінді. Ты привязан ко мне, как и я к тебе. Бұл сөздер Вольфгангқа ұнамай, ол қызды дөрекі түрде қайтадан жертөлеге итеріп жіберді. 2029 күн. Тиран қызды өзіне тамақ пісіруге мәжбүрлейді. Оның әр іс-әрекетін сынап, үнемі айқайлайды. Ол Наташаны әрдайым өзінен әлдеқайда жақсы анасына салыстырады. Кенеттен Вольфганг қызды ішінен ұрып, шашынан ұстап алды, мұндай бұрын болмаған еді. И не думай, что ты съешь из этого хоть что-нибудь. Наташа шыдай алмай дайындалған асты қолымен алып жей бастады. Ол жерге түскендерін теріп, аузына тықты. Вольфганг оның бәрін түкірткізіп, қызды дөрекі түрде бөлмеге қайта лақтырып жіберді. Кейін, мазақ қылып, кәріздегі фильтрді ауыстыруды бұйырып, ол кірген сәтте люкті бірден жапты. Кезекті мазалаулардың бірінде Наташа Вольфгангты шашын қалдырып қоюға көндірді. Ер адам тұтқынын қаланың ішінде алып жүріп, жаңа киімдер сатып береді, бірақ оған қашуды ойлаудың өзі қажет емес. Вольфгангтың қаруы бармыз, керек болса бәрін өлтіреді деп қорқытады. Қыз бостандықта жүрген адамдарға мұңайып қарайды. Псих оны құрылыс супермаркетіне алып барды. Бір сәтке Наташа жалғыз қалды, бірақ көмек сұрауға өзін күштей алмады. Оның басында маған бағын деген сөздер жаңғырып тұрды. Кешке ол өз әлсіздігі үшін өзін кінәлайды. Жөндеу жұмыстарының бәрін, әрине, Наташаның өзі істейді, ал Вольфганг оны камераға қарап поза жасауға мәжбүрлейді. Жөндеу аяқталған кезде қыз тосын сыйға қуандым деп көрсетіп, жасанды шаттық білдіруге тиіс болды. Все в золоте. Знаю, словно сама это делала. Анасы да жөндеуді бағалады. Вольфганг тамаша көңіл күйде, ал Наташа 6 жыл бұрын жоғалғаны туралы, осы уақыт ішінде бірде-бір іс табылмағаны туралы жаңалықтардан тыңдап отыр.
Вольфганг жаңа ванна сатып алғанда бүгін түнде олардың үйлену түнін өткізетінін шешіп, Наташаға түнгі көйлек сыйлады. Бірақ қыз көңіл күйде емес, және оған неге дәл өзін таңдағанын сұрайды. Сенің күлімдегенің ұнады деп жауап береді Вольфганг. Шынында да ол дәл Наташаны ұрлауды жоспарлаған екен. Және сол үшін ғана жер асты камерасын жобалап салған. Түнде құрылыс қалдықтарын орманға тасып, желдету жүйесін орнатып, есікті бекіткен, бәрі тек оған арналған. Сол түнде қолдарынан байлау шешілді. Наташа қамауда ақылдан адасып барады, және киіміне қарамауды сұрайды. Ол қағазға есеп жүргізеді. Жігіт оған 18 соққыны басына, 6 соққыны қарнына, 12 соққыны құлағына, 4 соққыны аяқпен бергенін жазды. Осындай қағаздар көп. 2847 күн. Вольфганг Наташаны тау шаңғысы курортына алып барады, және ол қарға құлаған кезде мазақ етеді. Қыз дәретханаға баруға рұқсат сұрайды. Ер адам бөлмені тексеріп, іште ешкім жоқ екеніне көз жеткізген соң Наташаны кіргізді. Бірақ ондағы бір басқа қызды көріп, өзінің атын айтып көмек сұрады. Алайда сол қыз неміс тілін білмеді және не істегісі келетінін түсінбеді. Вольфганг дәретханада ештеңе болмағанына сенбеді де, өз тұтқынын бұрынғыдан да қатты ұрды. 2908 күнде Вольфганг Наташаның 18 жасқа толуын құттықтауды шешті. Сыйлық ретінде қызға қызыл көйлек берді. Және оны билеуге шақырады да, бірден оған билеуді мүлде білмейтінін айтып сынай бастады. Олар аулада жұмыс істеп жатқанда көршісі көріп қалды, бірақ Наташа тағы да үнсіз қалды. Вольфганг микроавтобусты сатпақ болды, бірақ алдымен оны тазалау керек болды. Оны, әрине, Наташа жасайды. Дәл сол сыйлаған қызыл көйлекте болу керек еді. Наташа қақпаның жартылай ашық тұрғанын байқады. Сол кезде Вольфгангқа қоңырау келді, және шаңсорғыштың шуынан кетуге мәжбүр болды. Наташа уақыт келгенін түсініп, қаша жөнелді. Қыз жеке секторда жүгіріп жүріп, ешкімге кездесе алмады. Ақыры ол бір үйге кіріп, әйелден көмек сұрады және әйел полицияны шақырды. 3096 күні ол өзінің кім екенін және 8 жыл бұрын қалай ұрланғанын айтып бере алды. Сол сәтте оның анасына қоңырау шалынды. Вольфганг бәрі жоғалғанын түсінгенде, бірден пойыз жолына жатып, өзін өткізбек болды. 8 жылдан кейін Наташа ата-анасымен кездесті. Наташа әлдеқашан түсінген, олардың екеуінің біреуінен ғана аман қалуы керек, және ол өзі еді. Наташа құлдықтан қашып шыққан соң басынан өткен оқиғаны сұхбаттарда ашық айтты. Тіпті сол сұхбаттар үшін ақша да алды. Және 2016 жылы Наташа 8 жыл қамауда болған үйді сатып алды. Неге екенін тек Наташаның өзі ғана біледі. Осындай маньяктардан балаларымызды Алла сақтасын. Келесі кинотаймда кездескенше.